Құжаттарға қол қою мобильді қосымша арқылы жүзеге асырылады. Қосымшаны іске қосқаннан кейін Яндекс.Про жүргізушілер мен курьерлер режимін таңдаңыз. Авторизациядан өту үшін жүйеге кіру батырмасын басыңыз. Сіз автоматты түрде егов мобайл қосымшасына бағытталасыз. Онда жеке басыңызды растау үшін құжатқа қол қою қажет. Көрсетілген деректерді тексеріп, жалғастыру батырмасын басыңыз. Авторизация аяқталды. Авторизациядан кейін ай сайынғы қол қою қызметімен танысуға мүмкіндігіңіз бар. Мұнда құжаттарға қол қою қалай жүзеге асатынын және қызметті кім төлейтінін біле аласыз. Құжаттар бетінде әр айдың басында қол қою үшін жаңа құжаттар қолжетімді болады. Олар қол қойылмағандар бөлімінде қол қою күтілуде статусымен көрсетіледі. Сонымен қатар, сізге құжаттарға әр айдың 25-іне дейін қол қою қажет екені туралы ескерту хабарламасы жіберіледі. Қол қою алдында әр құжатпен жеке таныса аласыз. Ол үшін құжатты көру батырмасын басыңыз. Барлық деректерді тексеріп, бәрі дұрыс болса, барлық құжаттарға қол қою батырмасын басыңыз. Қол қою процесі егов мобайл қосымшасы арқылы сіздің электрондық цифрлы қолтаңбаңызбен жасалады. Содан кейін құжаттар қол қойылғандар бөліміне ауыстырылады. Осымен қол қою процесі аяқталды. Назарларыңызға рахмет.